Кеш жарық құрметті әріптестер, серіктестер, бүгінгі вебинарымызды ашық деп жариялаймыз. Қалай естіліп тұр екен, көрініп тұр екен, соны жазып жіберіңіздер. Естіліп тұр, көрініп тұр, болмаса плюс санын басқа да. Өтіп тұр екен. Енді естіліп тұр ма? Азамат, Айкүміс, сәлематсыздар ма? Егер де естіліп тұрса, көрініп тұрса, я деп болмаса плюс санын қойып жіберіңіздер. Қош келдіңіздер. Бүгінгі вебинарымыздың тақырыбы өз үйім бағдарламасы. Тамаша. Өз үйім бағдарламасы бүгінгі күнде интернет жүйесінен жақсы әлемге жарияланып, ақпарат тез дегенде жылдам адамдардың бір-біріне жақсы хабармен тез жайылып, командалар құрып, үлкен табысқа ие болып жатқан бүгінгі күнде серіктестеріміз өте көп. Есімімді таныстырып кетейін. Егер де бүгінгі вебинарымызда жаңадан әлі де компаниямызға тіркелмеген, серіктес болып үлгермеген жандар болса, барлықтарыңызға қош келдіңіз деп айтамын. Есімім Бибігүл. Мен де сіздердей осы Rivercoins компаниясының партнері, серіктесі болып саналамын. Және қазақ тілінде вебинар жүргізуге арнайы түрде спикер болып саналамын. Компания Rivercoins бүгінгі күнде 154 мемлекеттің сыртында барлық халықтарға, әлемге тез адамдардың өз нәтижесін көрсетіп жатқан, тауып жатқан табыстарын бір-біріне айтып, тез арада жақсы дамып келе жатыр деп айтсақ болады. Бұл Rivercoins компаниясының бірнеше бағдарламасы бар. Соның ішінде бүгінгі тақырыбымыз өз үйім, свой дом деп аталады. Бұл бағдарлама негізі 12 үйден тұрады. Маркетинг планын толықтай айтып жеткізуге тырысайық. Өз үйім бағдарламасы 12 үйден тұрса. Өз үйім бағдарламасына ең азы әрбір қарапайым халықты, үйде кішкентай бөпесімен отырған жас келіншектерде, тіпті болмаса студенттерде, үлкен кісілер, зейнеткерлерде, қызметшілерде, қарапайым жұмыс істейтін адамдардың барлықтары не бірдей берілген мүмкіншілік бар. Барлық адамдар әлеуметтік жүйесімен $5 бизнес бастауына болады. Бұл әрбір адамның арманы, жеке өзінің меншікті үйім болса деген. Әр кім өз үйімді қай қаладан, қай мемлекеттен, қай аумақтан алғысы келетін, өз арманын орындауға болатын мүмкіншілік. Демек, біз мысалы Қазақстанда тұрсақ, сіздің серіктесіңіз мысалы басқа мемлекет, мысалы Италиядан тіркелген болса, ол әрине ең бірінші мақсаты сол өзінің Италиясының бір қаласынан үй алсам екен деп арманда болуы мүмкін. Ол де өз арманын орындауға мүмкіншілік бар. Бұл кез келген жерден өз үйіңіздің кілтіне ие болуыңызға көмек, үлкен бір-бірімізге ақпаратты айтып жеткізіп, осындай мүмкіншілік бар екен қолданыңдар, бір-бірімізге әр адам өз 3 адамға жақсылық жасаса,
ол сауап, ол 3 адам, әрбір өзі 3 адамға жақсылық, жақсы хабар, осы ақпараттың барлығын айтып түсіріп, жеткізіп, осы мүмкіншілікті қолдануға жеткізсе, берсе, әрине бұл Алла тағала алдында үлкен сауап, және бір-бірімізге үлкен көмек деп айта аламыз. Сонымен әр кісі өз аңсаған мақсатына жету үшін берілген ең жақсы осы көз табысы мол маркетинг деп айтамыз. Сондықтан әрбір кісі бұл өз үйін бағдарламасына $5 тіркеліп, өз бизнесін қолға алса. Негізі маркетинг 12 үйден тұрады. Міндетті түрде әр үйден өтуіміз парыз. Мысалы, өзіміз $5 тіркелдік, компаниядан авторлық бейне курсты алсақ, курстар бұл интернет жүйесінен қалай бизнес құруға болатынын, интернет жүйесінде адамдарды қайдан іздеп табамыз, және интернет жүйесіне қалай жарнамамызды, өзіміздің бизнесіміздің жарнамасын қалай беруге болатынын үйрететін авторлық бейне курстар. Бұл маркетингде және клон дегеніміз тағы да бар. Клондар деген не деген сұрақ туады. Клон деген сіздің бизнес орныңыздың қосымша тағы да бір тура алғашқы бизнес орындай барлық адамдарға маркетинг бойынша тура сондай табыс әкелетінін, және клон дегеніміз өз бизнестерімізді, мысалы, клон дегеніміз жұпсанды тақсандыға бөлінеді. Жұпсанды клондар, егерде біздің тіркеген соңымыздан ерген адамдар, серіктестерді келесі үйге жылжытуға көмек беретін болса, ал тақсанды клондар ол сіздің өз бизнесіңізді келесі үйге жылжытуға көмек беретін айтамыз. Клон дегеніміз, демек, өзімізге да серіктестерге жақсы маркетинг бойынша жылжуға көмек береді, және табыс алуға мүмкіншілігі осы бір жолы деп айтамыз. Және клон арқылы сіз бірнеше рет маркетинг бойынша табыс табуыңызға болатынын, тағы да бір соны сызып нүктесін қоюға болады. Жедел стратегия дегеніміз бар. Жедел стратегия дегеніміз не? Бұл негізі адамдар, мен $5 ғана бастап 3 адам шақырып, олар 3 адам шақырғанын күтіп, өте баяу жылжығым келмейді, мен тезірек жедел жылжып 12-ші үйге тез жетсем екен деген мақсат қойса, ол кісілер $5-дан оның сыртында 3-ші үйді бірден сатып алуыңызға болатынын айтамыз. 3-ші үй мысалы $30 тұрады. Демек $35 мен де жедел стратегиясына бір кіріп орташа, соңыңыздан тура сондай 3 адамды жедел стратегиясымен жылжытсаңыз, сіз бірден 4-ші үйге кете аласыз, және сіздің 2 клоныңыз тағы болады. Ал егерде мен одан да мықты тезірек жылжысам, қандай шара қолдануым керек деген сұрақтар болса, бірден 1-ші, 3-ші, 5-ші үйді сатып алып, соңыңыздан тура сондай адамдарды тіркеуіңізге болады. Мысалы, мінеке қараңыз, берілген суретті. Бұл слайдта жедел стратегиясының 1-ші, 3-ші және 5-ші үйге бірден тіркелуіңізге болатынын айтады. 1-ші $5 болса, 3-ші $30, 5-ші 180. Демек, $215-ға өзіңіз 1-ші бизнес орын алсаңыз, сіз бірден 1-ші, 3-ші 5-те боласыз. Соңыңыздан тура сізде әрекет жасайтын 3 адамға ақпарат беріп, ол кісілерде $215-дан кіретін болса, сізге бірден 6-ші үйдің есігі ашылады. 3 кісімен маркетингтің тура ортасына 6-ші үйге жылжисыз. Оның сыртына 7 клон беріледі.
7 клон дегеніміз үшінші клон үйден 2 клон, бесінші үйден 5 клон, барлығы 7. Сіздің қосымша 7 бизнес орныңыз бар деп айтамыз, иә. Сонымен сізге қайтаратын ақша қаншалықты, иә. Бірінші адамнан бізде сіздің салған ақшаңыз қайтады деп айта аламыз. Ол рас. Бірінші үйден $5, үшінші үйден $20, бесінші үйден 155, барлық саны $180 ақшалай. Оған 7 клон қосылып, клондарыңыз тақсанды, жұпсандыға бөлінген кезде сізге $180 табыс түсетінін айттық, иә. Сонымен сіз бірден 6-шы үйдің есігін ашасыз. 6-шы үйге де жеттіңіз. Мінекей енді қазір маркетинг бойынша ары қарай айтып жібереді. Жедел стратегиясымен осылай келесі үйді сатып алуыңызға болады. Егер де сіздің өкшеңізден кісі басып қуып келе жатпаса, егер де сіздің онда $215 жоқ, мен ондайдан бастамаймын, жаймен деп ақырындап көппен бірге, сол көпшілікпен бірге жүргім келеді десеңіз, бірінші үйден $5 салғаннан бірінші адамымыздан $5 қайтып келеді. Екінші, үшінші серіктесін тіркелгенде сіз екінші үйге өте аласыз деп айтадық, иә. Екінші үй толықтай жинақтаулы болады. Әрбір адам өзіне 3 адамнан тіркеген кезінде сізді олар үшінші үйге жылжытып жібереді. Үшінші үйіңіз соңыңыздан бір серіктес келгенде $20 ақшалай, оған қосып 2 клон береді. Клоныңыздың саны екінші және үшінші болады. Екінші клон сіздің бірінші серіктестеріңіздің бөлін астын толтырған сәтте тақсанды үшінші клоныңыз алғашқы клонның астына түсіп, сізге тағы бір $5 табыс түсіреді. Демек, сол жаңа айттық, иә, клондарымыздың қаншалықты маңызды, клондарымыздың қаншалықты халыққа, өзімізге бизнесте пайдасы бар екен. Клон дегеніміз қосымша бизнес орындар біздерге табыс әкеледі және бүкіл команданы келесі үйге жылжытуға көмектеседі. Клон дегеніміз сіз тағы бір адам осы бизнеске шақырған ретімен тең деп айта аламыз. Ал енді 4-ші үйге де өтесіз, егерде 3-ші үйдің барлық 3 бизнес орны толған сәтте. 4-ші үй толықтай жинақталды. Әр серіктес 3-ші үйді жауып 4-ші үйге келгенде, сіз мінекей 5-ші үйге де келесіз. 5-ші үйдің жақсы жағын айтсақ, егерде соңыңыздан бір серіктес келген кезінде 5 клон және $155 табысыңыз болады. Оған қосып, сіздің 2-ші және 3-ші бизнес орныңыз толғанда, сіз 6-ші үйге де келесіз. Мінекей, жаймендеп, ақырындап, әлеуметтік классикалық ритммен жүрген кезінде, осы мінекей қаншама серіктесіңізбен 5-ші үйді жауып 6-ға да келесіз. Ал егерде жылжимын, мен жолымды қысқартқым келеді және тез арада қомақты жақсы чектерге ие боламын десеңіз, әлбетте жаңағы $215 болмаса $35. 35 дегеніміз бірінші және үшінші үйге. Тура солай жылжытсаңыз, сіз мінекей 2 есе жолды қысқарта аласыз. 3 адамды 215-пен тіркеліп де 6-ші үйге өте аласыз дедік. Демек, қалай болса да, ақырын болсын, тез болсын, жылдам болсын, жаймендеп $5 мен жылжысаңыз да, бәрібір 6-ші үйге келетініңіз ол ақиқат. 6-ші үй дегеніміз бұл маркетингтің тура ортасы. 6-ші үй тағы да жинақ тобына жататын үй. 6-ші үйде 3 бизнес орын толған сәтте сіз 7-ші үйге де келесіз. 7-ші үйдің есігін аштық деп елестеңіз. Мінекей сіз 7-ге келдіңіз. 7-ші үйден бастап
нағыз чек, нағыз клондар басталады. 7-ші үйге келгенде сізді командаңыз, сіз лидерсіз, лидер атағына ие боласыз. Өйткені 7-ші үйге келгенше $5 санасаңыз, қаншама адам соңыңыздан команда құрып тұрады. Халықтың барлығы сізге қарайды. Халықтың барлығы сізден клон күтеді. Халықтың барлығы сізден осындай сабақтар күтеді, клон дегеніміз не? Клонды қалай жапсақ, қалай тез табысқа жетсек, енді ары қарай не істейміз, интернетпен қалай жұмыс істейміз деген сұрақтар көп басталады. Сол кезде сіз уже жылдам шешім қабылдап, оларға да көмектесіп, өзіңіз де тезірек жылжуға көмек алу үшін, ары қарай тағы да өсу үшін міндетті түрде вебинарлар, YouTube каналдардан сабақтар, жоғары спонсорыңызбен қарым-қатынасыңыз, әрбір сабақты тастамай сабаққа қатысып, бір-біріңізге жақсы мотивация беріп, әлі уже мінекей 12-ші үйге жетіп келген серіктестерден видеороликпен аймасып, осындай әрекет жұмыс жылжып жасасаңыз, әрине міндетті түрде сізде 7-ші үйді жаба аласыз. 7-ші үйге соңыңыздан бір серіктес келген сәтте сізге бірден $1005 беріледі. Ал енді қараңыз, $5, 20, 155-ке қарағанда $1005 қазақша теңгемен 400 мың теңгенің сыртында ақша, Ал енді оған қосып компания сізге 15 клон маркетинг бойынша беретінін айтамыз. 15 клонымыз тағы да өз орындарына түскенде, сіздің командаңыздағы адамдар 2-ші үйге, 2-ні жауып 3-ке, өз клондарыңызда жабылып кетуіне мүмкін. 3-ші үйден тағы да қосымша $20 тағы да табысқа түсіруіңіз болады. Өйткені клондарымызды біз ретімен ана кісінің астына, мынау досымның астына, мынау туысқанымның артына тіркей салайыншы деген ой мүлде келмейді. Өйткені ол ешкімнің қолында емес. Клондар система, программа өзі автоматты түрде іске қосылатынын айтамыз. Барлық клондар 1-ші үйге келеді. Сіздің структураңыз, командаңыздағы адамдар қай күнде, қай минут, сағат, секундіне қарап, сол бірінші бос тұрған, уақытымен бос тұрған бизнес серіктестердің артын, бос орындарды бірден толтыратынын айтамыз. Ал тақсанды клондар өзіңіздің алғашқы клондарыңызды бірден жауып кетеді. Мысалы, 2-ші клоныңыз тұрса, келесі келген сіздің 3-ші, 5-ші, 7-ші клондарыңыз бірден алғашқы 2 клонды жауып, ол клон 2-ші үйге жылжып кететінін айтамыз. 2-ші үйге жылжығанда ол клонның рет саны 2, ол жұпсанды ғой. Сондықтан ол клон сіздің құрылымыңыздағы, структурадағы адамның, серіктестің 2-ші үйде тұрған бос орнын жабады. Тағы да клондар енді келесі үйге жылжыған сәтте тек қана өзіңізді ғана емес, тек қана серіктестерді ғана емес, осылай клондар рет санымен жұпсанды тақсандыға бөлінген соң, олар 2-ші үйді де, 3-ші үйді де жауып, келесі үйге жылжи бастайтынын айтамыз. Сондықтан айтамыз, клонның қатты пайдасы бар. Ол өте жақсы біздің маркетинг бойынша келесі табысқа әкелетінін клон деп айтамыз. Сонымен мінекей 7-ші үйдің 2-ші бизнес орны да жабылар, өйткені сіздің серіктесіңіз 7-ші үйге келу мүмкін. Серіктесіңізден бұрын сіздің өз клоныңыз келуі мүмкін, өйткені сіздің командаңызда жаңадан тіркелген, өзіңіз жеке шақырған адамдардың саны тек қана 3 болса,
ол 3 серіктеспен ғана жұмыс істейсіз. Ал 4-ші, 5-ші, 10-ші одан көп адамдардың барлығы, мысалы, сіздің артыңызға ергім келеді, сізбен жұмыс істегім келеді, сіздің сабақтарыңызды алғым келеді, мені жеке өзіңізге сіздің реферальный ссылкаңызбен тіркеңізші деген ұсыныстар көп болады. Өйткені сіз адал, жақсы, жылдам, нақты, мықты лидерсіз. Сондай жұмыс істегеннен кейін халық үшін, халыққа көмек берген үшін сізді таңдап алатын адамдар бар. Оларды тіркеген сәтте сіздің клондарыңыз тезірек жабылып, 3-ші, 4-ші, 5-ші үйге де жылжып кете алады. Демек, мінекей, ол болмаса тағы бір мүмкіншілік бар. Бұл тәсіл өте қызықты, өйткені жоғары спонсорларыңыздан да клон келеді. Клон 7-ші үйге де келуі мүмкін. Клондар, әрбір клондар 1-ші үйге келеді дедік қой, 1-ші үйге жапқанда міндетті түрде 2-ге, 2-ні жабылғанда 3-ге солай жылжиды. Сонымен клондарды күтіп отырсаңыз да болады, бірақ та тек уақытыңызды өзіңіз аямасаңыз, клонды айлап, жылдап күтіп қалған адамдарымыз да бар. Ол соның өзіне, мінекей 1 жыл болды, менің 1-ші үйім жабылды, ура деген адамдарға біз таңғаламыз. 1 жылдың ішінде қаншама шаруа жасап, қаншама табыс сағылып, 1 жылдың ішінде қаншама жерге жылжып, бір үйдің иесі болуға болады ғой мүмкіншілік. Ал көп кісілер тек қана клонды күтіп отыра берем, маркетинг тамаша екен, клон өзінен өзі жабылады деген, ол алдамшы зат. Ол өз-өзіміздің уақытымызды теккен қалай қиып отырамыз, қазіргі заманда ең алтын, ең қымбатты әркімнің уақыты деген бар, ол рас болса, клон күтіп отыра бермеңіздер. Мысалы, негізі керісінше, наоборот деп айтамыз, керісінше сіз клон күтпей жұмыс істесеңіз, сіз клон күтпей арғарай 3-ші, 5-ші, 7-ші үйге жетсеңіз, сізден өзіңіздің структураңыздағы, командадағы адамдар клон күтеді. Сіздің клондарыңыз сол кісілерге бірден көмекке автоматты түрде ұшып, жауып, көмекке ұшатынын айтамыз, Сондықтан халықтың ризалығын аласыз, бұл сіздің жұмысыңыз, сіздің халыққа берген көмегіңіз. Халық дегеніміз сіздің командаңыз ғой енді, командада қанша адам бар, олардың әрбіреуі сізден, мысалы, жылы сөз, болмаса көмек, болмаса клон күтеді. Клон келген кезінде қандай қуанышқа бөленетінін білсеңіз. Сіз мінекей $1000 ие болып, шапалақтап, өзіңіз мәз болып атқанда, сіздің командаңыздағы адамдар ренжімейді. Керісінше олар сізге қуанады, шапалақты қатты соға бастайды. Өйткені оларға сізден клон келеді. Әрине, клон бізге табыс әкеледі. Клон бізді арқарай жылжытатынын айтамыз, Сонымен 8-ші үйге де келесіз. 7-ші үйдің 3 бизнес орны автоматша толады ғой, толады. Өзіңіздің клон болсын, серіктес, жоғары спонсордан клон болсын, болмаса серіктесіңіз келген сәтте 3 бизнес орын бәрібір жабылады. Ал 8-ші үй тағы да жинақ тобы, оған ренжуге болмайды, бұл соңғы жинақ тобы. Бұл 8-ші үйді жапқаннан кейін сіздің көрмеген маркетингтің ең тамаша жағы енді басталады. Сіз енді бұл маркетингтің дәмін, жақсы жағын енді көре аласыз. Өйткені 9-ші үйден бастап бізде жинақ тобы жоқ. 9-ші үйден бастап бізде чектің суммасы өте қомақты және қуанышты. Өйткені айырмашылығын қараңызшы. 7-ші үйде біз $1005 алғанда қатты қуандық. Шынымен қатты қуандық. Мен де сол $1000 алған кезінде қуандым. Ал 9-ші үйдегі бірінші соңынан серіктес келген сәтте сізге бірден $6280 береді. Демек, қазақша теңгемен шақсақ, бұл $2,5 миллион теңгенің сыртында ақша.
Ал бір сәтте 2,5 миллион алсаңыз, сіз миллионерсіз ғой. 1 миллион емес, 2 миллионның сыртында, 2 миллион 500 теңгенің сыртында ақша табысқа бір сәтте ие болдыңыз. Қандай қуанышқа бөлдіңіз, иә? Әрине, бұл сәтте бізде видеоға түсірдік, бұл сәтте бізде қатты қуандық. Бұл сәтте біздің командамыздағы адамдар да қатты қуанады. Неге десеңіз, сізге компания маркетинг бойынша 40 клон бұйырады. 40 клон бірден жұпсанды тақсанда 20-ға бөлінеді. 20-сы командаға құшып, оларға көмек демеу және жылжытуға көмек берсе, 20 клон өз клондарымыздың, алғашқы клондарымыздың барлығын жауып, олардан да табыс түсіп, олар да 2-ші, 3-ші, 5-ші үйге дейін жылжып кете бастайды. Сонымен 9-ші үйдің 2-ші бизнес орны да жабылар. 9-ші үйге клон келуде мүмкін, я. Мінеки 9-ші үйді толықтай жабылғанда, сіз 10-ші үйге ие боласыз. 10-ші үйдің мәртебесі қаншалықты, 10-ші үйдің чегі қаншалықты, я. Айттық қой, демек 9-ші үйден бастап, сіздің өміріңіз біразға, 100% деп санасақ, енді 100-ден асып кетеді. Өйткені бұл жердегі чек, кейбір кісілер, мен бұндай чек алсам, мен есім танып құлап қалатын едім деген сөздерді де естідік. Мен бұндай чек алсам, мен әрине арманның біразын орындап тастаймын деген серіктестерді естідік. Бұндай чек алып, үйдің иесі болып жатқан адамдарды де қазір танып, әлеуметтік жүйеге, YouTube каналдардан көріп, сол кісілерден сабақ алып жүрген серіктестерімізден да саны өте көп. 10-ші үйге келген кезінде, соңыңыздан бір серіктес келсе, сіз алғашқы 9-ші үйден 2 есе көп мол чек аласыз. 2 есе дегеніміз $12,460 иесі боласыз. Ал қандай екен? Айырмашылық мол, тамаша, я? Бұл 5 миллион сыртында теңгенің. Әрине, сіз миллионерсіз. Әрине, сіз қойған мақсаттардың барлығын бірте орындап, жаймен жоспарларыңыздың барлығын орындай бастауға мүмкіншілік ашылды. Сіздің өміріңізде көп жақсы өзгеріс болады деген осыдан. Өйткені сіз 10-ші үйге келіп осындай чек алып жатқанда, сіздің алғашқы 2-ші, 3-ші клондарыңыз мүмкін $1,000, мүмкін $155, $20, $5 талай алып, сізге тағы да қосымша табыс түсіп жатқанын көре аласыз. Өйткені ол ақиқат. Ондайға біз де жеттік, сіздер де жетесіз. Адам көрген, жүрген жолмен жеткен мақсаты бар болса, кез келген адам сол мақсатқа, сол жолмен жетіп өте алады. Өйткені бұл табиғаттың заңы, иә? Сонымен, мінеки 10-ші үйде сізге қосымша 100 клон беріледі. Естіп тұрсыздар ма? 100 клон беріледі. 100-дің 50-50-ге шағамыз. 50 клоны командаға, 50 клоны өз клондарымыздың 2-ші, 3-ші үйге жылжып кетуіне үлкен көмек беретінін айтамыз. Әрбір клонның астына клон түскен сәтте $5 қосымша тағы да табыс түседі сіздерге. Барлығы жеке өз кабинетіңізден көре аласыз. Барлығы тастай жазғандай болып өшірілмейтіндей барлық операциялар көрініп тұрады. Өз жеке кабинетіңізде мои счетаны қарасаңыз, қанша клон түсті, қанша табыс алдыңыз, қанша адамдарға көмек болып клондарыңыз түскенін көре аласыз. Өйткені барлығы жазулы. Ендігі 10-ші үйдің 2-ші бизнес орны толады. Аллаға шүкір, 3-ші бизнес орны да толады. Өз клоныңызбен толуға болады, жоғары спонсордан келеді. Болмаса тіпті өзіңіздің жеке соңыңыздан бірінші күннен бері қалмай, сіздің жасаған әрекеттің бәрін жасап,
сізге рахмет айтып келе жатқан алғашқы досыңыз, серігіңіз, серіктесіңіз келуі мүмкін. Сол сәтте мінекей сіз 11-ші үйге де келесіз. 11-ші үйдің қаншалықты айырмашылығы, қаншалықты сізге табыс әкелетінін мінекей маркетинг бойынша көрсеңіздер, тағы да өте мол. Клон 10-ші үйде сізге 100 сан берсе, 200 клон беретінін айтамыз. 2 есе, чектің да сумасы 2 есе бір сәтте өсіп кетеді. Бір сәтте бұндай маркетинг көрдіңіз бе? $24920. $25,000 деп айта аламыз. Нақты неге десеңіз, өйткені клондардан клон жауып, екінші, үшінші үйден $20 бірнеше, $155 алуыңыз мүмкін. Тіпті клондарыңыз өсіп $1000-дан да бірнеше рет аласыз. Мысалы, біз мінекей 11-ші үйге келгенше 8 рет, 7 рет, 5 рет алып жатқан $1000-ды сөйтіп 5, 6, 7, 8 рет алып жатқан серіктестеріміз бар. Оған біз де куәміз. Оның қуанышына біз де қуандық, өйткені бұл өзіңіз сол сәтті сезуіңіз керек. Сол сәтті сезу үшін мінекей әрекет адамдарға осы ақпарат беруіміз керек, команда құруымыз керек. Және кісілер алып жатқан табысқа қуансаңыз, балаша қуансаңыз, шапалақтасаңыз, секірсеңіз, сіз өзіңізге сол қуанышты сәтті тартасыз. Әрине, сізге де сол күн жұғысты болады. Сол күн сіздің де есіңізде қалатын болады. Өйткені ол күнде барлық адамдар сізді құттықтайды, чаттарға құттықтайды, сіз чегіңізді жібересіз, мүмкін видеоролик жасайсыз. Демек, тағы да бір жаңалықтардың ішінде, мысалы, компаниямыз барлық әлемдегі адамдар сенімді болу үшін тек қана ауызша айтқанға сенбейміз, көрсет, дәлелде деген болады. Сондай суммаларды алып жатырсың ба деген сұрақтар туады. Қазір $4000 сыртында табысыңызды жеке кабинетіңізден электрондық кошелекпен шығарып алу үшін сіз видео отчет жасауыңыз керек. Сол сәтте мысалы айтасыз, менің есімім Бегүл, мен Қазақстанда тұрамын, қандай қалада тұрасыз, қандай үйге келдіңіз, қандай үйден маркетинг бойынша табыс таптыңыз, сол табыстың суммасы осындай, мен бүгін шығарып алуға дайынмын, сол видео отчетымды түсіріп жатырмын, сіздермен қуанышыммен бөлісіп жатырмын деген сөздерді айтып, видеоролик түсіріп компанияға жіберуіміз керек. Сол видеороликтарыңыз сіздің компанияның отчетына жиналып кіріп тұрады. Компанияның атынан YouTube каналдарға видео болып шығарып тұрады. Сонда әлемдегі, басқа елдегі адамдар сол видеороликтерді көріп, сізге олар да мұхиттың ар жағынан десек, басқа таудың ар жағынан сізді танып, құттықтап, сіздің жүзіңізді, даусыңызды естіп, сізге жақсы лебіздерін олар да айтады. Сол сәтке жетіңіз деп тілеймін сіздерге. Сол сәтті сіздер жүрегіңізбен соны көрсеңіз, надо пережить этот момент, притянуть эти мгновения, и тогда будет очень прекрасно, потому что это ваш результат. Сондықтан сіздің бұндай нәтижеге жеткеніңіз барлық адамдарға, әлемдегі барлық адамдарға, осы компанияның серіктестеріне үлкен мотивация. Сіздің бейне ролигіңізді қайта-қайта әрбір мемлекетте айналдырып, сізді танымалы боласыз, ол да өте тамаша. Сонымен мінекей бұл 11-ші не деп жазылып тұр, қатып тұр, кеш жарық, керемет компания ғой. Әрине, Зәуре, сіздің пікіріңізбен келісемін.
қатып тұрған емес, бұл слайд және осылай көрсетіп айтып отырамыз. Бұл компанияның ережесінің, шартының бірі деп айтсам болады. Енді мінекей 11-ші үйде осындай чек алдыңыз, 200 крон алдыңыз, екінші бизнес орын тағы толады, үшінші бизнес орныңыз тағы да толған сәтте сіз ең төбесіне, ең соңғы, ең биігіне 12-ші үйге де жетесіз. 12-ші үйге жеткен серіктестеріміз бар. Бар. Ол ең алғашқы, әлем бойынша ең алғашқы бірінші болып 12-ші үйге жеткен Шымкент қаласынан қазақстандық батыр қызымыз, бұл Зульфия Тулегеновна. Ол 12-ші үйдің егері. Соңынан админ компания Инуспешная 12-ші үйге жетті. Тағы да қазақстандықтар қыздар, бұл Гүлзира ханым, Жұлдыз ханым, тағы да 5-6 серіктестеріміз бар. Ол өте тамаша. Ол біздер үшін қуаныш, және біздер үшін бұл үлкен мәртебе, мақтанышпен айта аламыз. Қазақстандықтар алда қазақ туын желбіретіп біз мақтанамыз. 12-ші үйге біз де жүгіріп барып, сол 12-ші үйдің төбесінде өз туымызды желбіреткіміз келеді. 12-ші үйге де жетуге дәл қазір жұмыс істеп жатырмыз. 12-ші үйдің тамашалығы, айырмашылығы, құдіреті қаншалықты күшті, қаншалықты тамаша екенін айтып жеткізгім келеді. Өйткені 12-ші үй ең соңғы болғандықтан 3 бизнес орын бар ғой. Әрбір үйде 3 бизнес орын бар. Сол 12-ші үйдің әрбір бизнес орны толған сайын сізге қомақты чек беріледі. Маркетинг бойынша бірінші серіктесіңіз 12-ге келгенде сізге бірден 50.340 доллар беріледі. Ал қаншалықты қуанышыңыз көтеріледі, мәртебеңіз көтеріледі, қанша жоспар, қаншама мақсаттарыңызды орындауға мүмкіншілік ашылды. Ал егер де сіз 12-ші үйге дейін жеткен табысыңызға үй аламын десеңіз, әрине ол сіздің шешіміңіз. Ал егер де мен бұл сумма емес, 200.000 долларға бір зәулім керемет үй алғым келеді десеңіз, ол тағы да сіздің шешіміңіз. Онда 12-ші үйдің соңына дейін күтесіз де, сол кезде үйіңізді аласыз, сол кезде видеоотчет жібересіз, сол кезде сіздің қуанышыңызға ортақ бізде боламыз. Сол сүйінші хабарға жетіңіз деп айтқым келеді. Осы келе жатқан жаңа жылға дейін әрбір адам, әрбір серіктес, тек қана біздің команда деп ондайға бөлмейміз. Команда, параллелька, не параллелька. Әрбір серіктес осы Rivercoins компаниясының өз үйін бағдарламасынан өз үйінің кілтін қолына алса екен деген жақсы тілектер айтамыз. Соны Алладан сұраймыз. Сол сәтте біздерге де көп абырой келеді. Бұл сауап, өйткені халыққа осындай мүмкіншілікті айтып жеткізуіміз үлкен бұл жұмыс, бұл үлкен міндет. Сол үлкен қуанышқа жетуіңізді тілеймін. Мінекей бұл бірінші бизнес орыннан компания сізге маркетинг бойынша қосымша $300 тағы да беретінін айтамыз. $300 сіздің қаншама адамға көмек береді. 150 серіктестерге 150 бизнес орынды жұпсанды болса, 150-і тақсанды болып саналады ғой клондар. Клондарыңыз бір сәтте қаншамаға толқып жылжитынын
айтқымыз келеді. Сол сәтте көп адамдар, көп серіктестер үлкен қуанышқа ие болады. Өйткені 12-ші үй жабылғанда кейбір клоныңыз 11-ші үйге де жетіп қалуы мүмкін, кейбір клоныңыз мінекей 12-ші үйге соңыңыздан келеді. Ондай да серіктестеріміз бар. 11-ші үйде қай маркетинг бойынша шынымен, қай маркетингте жоғары спонсорыңыздан сіз көмек күтесіз. Көмек ретінде ол сіздің 11-ші үйіңізге, мысалы жарайды 5-ші, 7-ші үйіңізге соңыңыздан қайтадан тіреу болып, клон ретінде спонсорыңыз келетінін сұрағым келеді. Қандай ондай маркетинг бар ма? Бар болса, ол өте тамаша. Жоқ болса, осы компанияның маркетинге сондай бар екенін айтқанымыз келеді. Өйткені тек қана бірінші үйлерде емес, өскен клон, мысалы 11-ші үйде де спонсордан клон келеді. Ондай серіктестерімізге түскен клондарын көрсетіп, қуанышқа бөліскен серіктестерімізді көрдік. 10-шы үйде де клон келеді, 9-да да келеді. Өзіміздің клондарымыз де серіктестерге 8-ші, 9-ші, 7-ші үйлерді жауып үлкен көмек болғанын айтамыз. Мінекей енді 12-ші үйдің 2-ші бизнес орны толған сәтте не болады десеңіз, сізге тағы да чек беріледі. Ал чектің иесі $11,840 ие болады. $51,840 қаншама ақша, ал соңғы бизнес орын толғанда тағы да тура сондай $51,840 ие боласыз. Барлық суммасы, 12-ші үйдің суммасы $154,020 болады екен. Ал оған сіз лайықтысыз. Шаршамаңыз, талмаңыз, 12-ші үйге жетуге мақсат қойыңыз. Осындай табысқа ие болыңыз. 12-ші үйге тек қана бір-ақ рет келмейсіз ғой. Барлық суммасы $200,000 деп айттық, санадық, реттедік, көрдік. Енді 2-ші клоныңыз қайда? 3-ші клоныңыз, 4-ші клоныңыз. Олар да бірте-бірте жылжып, 11-ші үйден де, 12-ші үйден де осындай чектерді алады. Демек, маркетингтің соншама тәттілігі, майлылығы, тамашалығы, қаржы маркетинг, деп сөйтіп айта аламын. Неге десеңіз, сіз 12-ші үйге жеткенше дейін компания бір жалғыз алғашқы бизнес орынға $662 клон беріледі. 662 рет $200,000 алып қана қоймайсыз. Өйткені 662 клоныңыз бірнеше рет тағы да 3-ші үйден, 5-ші, 7-ші үйден, 9, 10, 11, 12-ден сізге маркетинг бойынша сол санды клондарыңыз тағы да көбейеді деп айтамыз. Сонымен тоқтамайтын, шексіз табыс алатын маркетинг деп сізге айта аламын. Сонымен мінекей бұл маркетингтің тамашалығын сіздерге жеткіздік, клондардың қаншалықты пайдасы бар екенін, осы уақыт ішінде жаңағы сіздің клондарыңыз барлық сіздің командаңыздағы серіктестерге пайдасы бар екенін айтамыз, қайта айтамыз. Клонның құдіреті. Клон біздің тағы да қосымша бизнес орындарымыз. Әрбір клон маркетинг бойынша тура сол жолды өтіп, сізге табыс әкеледі, және тура маркетинг бойынша әрбірден сондай сумма, чектар тағы да беріледі. Клоннан тура сол 3-ші үйге келген кезінде 2 клон, 5-ші үйге 5 клон, әрбір клоннан клон тағы да көбейіп туатынын айтамыз. Сондай маркетингке сіз тап болдыңыз. Егерде тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде сізді шақырған жолдасыңызға сол адаммен хабарласыңыз, тіркеліңіз. Бизнесті бастаңыз, сіздің бизнесіңіз өз қолыңызда. Мысалы, айтамыз, сіздің бизнесіңіздің пульті
өз қолыңызда деп айтамыз. Ол не деген сөз? Пульті деген өз қолыңыздағы сотовый телефон. Бүгінгі күнде міндетті түрде компьютер, міндетті түрде үлкен планшет алып, соның қасында отыр деп байлап қойған жоқпыз, тем более ол стационарный емес, үлкен экранды қажет емес. Қолыңызға алып жүретін телефон. Сол жүйелі телефонды арқылы өз досыңызды тіркеуге болады. Сол телефон арқылы бір-бірімізге реферальный ссылкаңызды жібересіз. Сол телефон арқылы видеороликтарды жібересіз. Сол телефон арқылы шыққан табысыңызды шығарып алуға мүмкіншілік бар екен. Ал егерде сұрақтарыңыз бар болса, оны бір қарап шалып шығайық. Так, керемет. Гүлдана, сізге рахмет. Алла қаласа бізде жетеміз. Әрине, Зәуре, сіздер де жетесіз. Так, жақсы естіліп тұр. Ханым, сізге көп рахмет, керемет түсіндірдіңіз. Айкүміс, сізге рахмет. Уақытыңызды тауып бізді тыңдағаныңыз. Жеткізгеніме мен де қуанамын. Халық болса үйренемін, естимін, маған айтып жеткізіңізші, үйретіңізші деген адамдар болса, біз тек қана қуанамыз, үйретуге дайынбыз. Сіз нешінші үйдесіз дейді Гүлдана. Гүлдана Төлегенова. Менің де фамилиям Төлегенова, өте тамаша. Гүлдана, мен бүгінгі күнде 11-ші үйдемін. Сізге де соны тез сол үйге жетсе екен деп тілеймін. Так. Тағы сұрақтарыңыз бар ма екен? Бізде жұғысты болсын. Әрине, жұғысты болсын деп айтқым келеді. 12-ші үйге жетуге болады. 12-ші үйге тіпті сіздің спонсорыңызға қарамаңыз. Егерде жұмыс істемесе, сіз одан озып кетуіңізге де болады. Тек қана бір айырмашылығы. Сіз егерде өз спонсорыңыздан озып кеткен сәтте, ол өзіңіздің спонсорыңыздан әрине сізге клон көмекке келмейді. Егерде мен клон күтпеймін, мен ары қарай жұмыс істей беремін, менің одан жоғары спонсордан клонда жеткілікті десеңіз, әрине ешқашанда біреуге қарап отырмаңыз. Сіздің бизнесіңіз, тағы да айтамын, өз қолыңызда жоспар құрып алдыға жылжуыңызға болады. Клон түскен логинға үшінші личник тіркеуге бола ма, керек па? Клон түскен логинға. Так, логинға емес, клонның астына тіркеуге болады. Мысалы, сіздің жаңа 2-ші, 3-ші, 5-ші клондарыңыз болады. Олар бірінші үйде әзірше жалғыз болып тұрады. Сол сәтте сізге еремін, мен де тіркеші деген жаңадан келген партнерді, серіктесті, сол жаңағы, мысалы, 3-ші клоныңыз бос тұр ма, 3-ші клонның астына қоюға болады. Сол сәтте $5 тағы да табыс аласыз. Постоянно состояние новичка дейді, жаңадан тіркелген адам сияқты, жаңадан сіздің соңыңызда ерген серіктесімен бірге жылжуға да ол да бір қызықты зат. Ол де бір тамаша, бірге жүру әрқашан да қызықты да және қуанышты деп айтсам болады. Енді тағы да халық рахмет сізге, бірге жұғысты болсын. Әрине сізге көп рахмет, керемет, бізге 12-ші үйге жетейік. Әрине жадыра жетіңіздер, біздерге жұғысты болған. Секрет бар ма екен? Секрет бар ма екен? Айнұр сұрап жатыр. Әрине бар. Секрет. Құпиясы неде? Шаршамаймыз, талмаймыз деген жаңа айттық.
иә. Өйткені көп кісілер бизнеске, бұл бизнес осы өз үйім бағдарламасы басталғаны 23 июнь 2019, иә. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Бір жыл 5 ай ғана енді болып жатыр, иә. 1,5 жыл болған жоқ. Ал көп серіктестеріміздің ұтылғаны өлнеде. Өйткені олар 1 жыл болмай, мінекей 1,5 ай болмай бастаған бизнесін тастап кетті. Әрине, ол өзінің серіктестері жетімсіреп қалды деп айтамыз, иә. Бұл өзінің бастаған бизнесі, салған энергиясы, командасы, оған үміт артқан өзінің спонсоры, барлығы бір түрлі орны бос қалғандай, иә. Енді кез келген бизнеске бастасақ, біз шыдау керек, шаршамаймыз, талмаймыз деп неге ондай сөздер айтамыз, иә? Бұл негізі біздің командамызда өте күн сияқты, күннің сәулесіндей ыстық, күннің сәулесіндей жарқын, күннің сәулесіндей қуат беретіндей, иә, энергиясы бар командамызда өте жарқын, өте мықты лидеріміздің бірі Рита ханым, Рита Қуатова, Ақтау қаласынан 3 бөлмелі үйдің иесі, 11-ші үйде, алла жазса 12-ші үйге жылжуға, қазіргі жоспары, қазіргі әрекеттері өте мықты. Сол кісінің командасымен айтатын, қайта-қайта айтатын сол бір кішкентай шумақ. Шаршамаймыз, талмаймыз, 72 миллионды алмай қоймаймыз деп, сол өлең шуағын айтқанда балаша қуанып, барлығы шапалақтап, секіріп, сөйтіп ойнап, күліп, мінекей 12-ші үйге жетіп қалғанын өздері де байқамай қалды деп ойлаймын. Өйткені 12-ші үйге жетуге сәл-ақ қалды. Енді осы жаңа жылдан бұрын деп айтсақ, иә, алла жазса, декабрь айына сондай жоспар құрып жатырмыз. Әлемге ол құпияны айтып қойды деп ренжімес, иә. Сіздер де сондай жоспар құрыңыз. Міндетті түрде жаңа жылда 12-ге жетіп келемін деп қоймаңыз. Шамаңыз келгенше, иә. Әр ай сайын 8-ші үй, 9-ші үй, 10-ші үй жылжысаңыз де, ол үлкен жұмыс. Құпиясы сол ең бірінші шыдап бағу керек. Бизнесті бастағаннан кейін тастап кетпеу керек. Көп серіктестеріміздің қателігі күніне бірнеше бизнес ашылады. Күніне бірнеше бизнеске шақырады, иә. Солардың барлығына жүгіріп, алаңдап, шашылып, ақшалайда, энергиямызда, уақытымызды бөлсек, әрине 12-ші үйге жетуге өте қиын, алыстау болып кетеді. Сондықтан концентрация, иә. Сол концентрация, еще раз концентрация деп айтамын. Өйткені, мысалы, Давлатов, иә, Сайдмұрат Давлатовтың сабақтарын тыңдасаңыз, ол де сол сөздерді қайталайды. Бизнес бастағаннан кейін жоспар құрып, соған концентрация, еще раз концентрация. Делайте все возможное, пробуйте все. Өйткені, мысалы, бизнеске бастағаннан кейін беліңізді бекем буыңыз енді. Иә, суға келген, шешінген адам судан тайынбас деген де бар, иә. Сол сияқты бастадыңыз ба? Ары қарай жылжыңыз, жүзіңіз, жетіңіз. Енді өзіңіздің арманыңызға өзіңіз балдаша қойыңыз. Өзіңізді өзіңіз алдамаңыз. Өйткені сіздің қолыңыздан барлығы келетінін айтамын.
Өйткені оның барлығы, 12-ші үйге жету, үлкен команда құру, осындай халыққа спикерство, ақпарат беру сіздің де қолыңыздан келеді. Біздің командамызда аттарын айтқым келмейді, өйткені ол кісілерді де ренжітіп алам деп қорқамын. Командамызда 12 мүшелі түгел емес серіктестеріміз тағы бар. Кейбіреуі сөйлей алмаса интернетпен жазып, жазбаша танысып бір-бірімізбен ол кісі де бизнес құрып жатыр. Кейбір серіктесіміз бар, кәдімгі инвалидный коляскада отырып бизнесін құрып жатыр. Аяғы жоқ, жүгіріп баруға, қазір карантин, бұл азғантай уақытты тағы да шыдап, соны да біз жеңуіміз керек. Үйде отырып жасайтын бизнес осы. Интернет бар, скайп бар, мессенджеріміз бар, мол табыс алуға мүмкіншілігіміз бар. Осындай YouTube каналдардан, вебинарлардан сабақ алып, арғарай өзіміз дамуға болады. Іздену керек, жоспар құру керек, қайта-қайта шаршамай, ақпарат беруге шаршамау керек. Ал ең бірінші сол Алла Тағаладан өзімізге денсаулық сұраңыз. Әрбір күнді, таңды сол жақсы ниетпен халқыма, командама сондай жақсылық тілеп, алға жылжуға күш қуат, сенімділік бере гөр деп сұрасаңыз, өзіңізге әрине бұл Алла Тағала қолдайды. Қаншама не сұрасаңыз да, ниетіңіз тура болса, сіздің сұрағаныңыз Алладан да келеді. Барлық, даже күні кешеде тағы да бір көзіміз шалып қалды, бір кішкентай видеороликте, индийский фильмдерде де, ағылшындарда да 3 адамға жақсылық жаса. Және сол 3 адамға тағы да өз кезегінде 3 адамға жақсылық жасауға көмектес деген бар. Соны біздің маркетинг тура солай. 3 адамнан құрылған. Сіздің соңыңыздан 3 досыңыз ерді ме? Ол сізге сеніп еріп келді. Сіз сол кісіге сеніңіз. Сіз сол кісі де 12-ге жетсе екен деген сеніммен қарап, сол кісіні үйретуге, мысалы техникалық жағын тіркеуге, қалай ақпарат беруге, клон деген не, клондарды қалай жылжытуға болады, сол жақтарын үйретіп көрсету. Табысқа тіркелген кезінде табыс көзі қалай түседі, оны переводпен бір-біріңізге қалай аударатынын жасап үйретіп жүрсеңіз, ең маңызды заттарын үйретіп жүрсеңіз, әрине әр кісі алып кетеді ары қарай. Демек, мінекей ақпаратымыз осындай. Тағы сұрақтарымыз бар ма екен? Әрине, позитивный команда болып тұр ғой. Әрине, ең кеңінен ұстаған суға кетеді деді ғой. Да, дұрыс, келісемін. Егерде біздің уақытымызда тамамдап қалды, бүгін өте қызықты болды ма, әлде кішкене сұрақтарымыз көп болды ма, әлде мен сондай ақпарат беруге бөліндім бе? Уақытымыз осыған, осы программаны ашып жайып жеткізуге ғана жетті. Өйткені әрбір сәрсенбіде, әрбір вебинарда мен қосымша мессенджер туралы да айтып жеткізгім келеді. Келесі сәрсенбіде бізде острова желаний бағдарламасы,
Тілектер аралдары, оның полуостровы туралы да әрқашанда ақпаратты толықтай айтуға жеткіземіз. Енді бүгінгі күнімізде барлықтарына бір жақсы, мінекей біздің компаниямыздың сурет қайда? Мінекей негізі біздің тағы бір лидеріміз бар командада, Айшат ханым Умарова. Айшат үлкен Чечняда командасы бар. Сол кісінің мінекей ойлап тапқан сурет осы 4-ке бөлінген слайд. Бұл слайдқа қарап, ауызша айтпаса да әрбір адамға түсінікті деп айта аламын. Өйткені бізде шақырсақ та бизнес құруға болады, шақырмай-ақ та бизнес құруға болады. Ақша салып та бизнес табыс таба аламыз, және 1 теңге ақша салмай да ешкімді сол ақшаны без вложения, без приглашений, с приглашением и без приглашения дегенге 4-ке бөліп, мінекей қараңызшы, осы суреттен де анық түсінікті. Өз үйім бағдарламасына $5 ғана салып, 3 адам шақырып, біз осы 12-ші үйге жеткенше $200,000 алатындай мүмкіншілігіміз бар екені көрсетілген. Екінші қосымша бағдарламыз екеуі бір-біріне тікелей байланысты. $50 бұл острова желаний, полуостров $50. Тағы да сол 4 адамға ақпарат беріп, $53,700 табыс алуға болатынын суретте көрсетіпті. Без приглашений, ешкімді шақырмай қалай табыс табамыз? Бұл ешкімді шақырмай, біз компанияның River TS Coin деген тиындарын, монеталарын сатып алсақ, жақын арада биржаға шыққанда бұл монеталардың құны өседі, және сіз ешкімді шақырмай, осы азғантай табысыңызды салып қойып, соны өндіріп алуыңызға болатын тағы бір тәсілін көрсетіп тұр. Без вложений, без приглашений можно тоже получать доход. Бұл біздің мессенджер, компания River Coins'тің мессенджерге 1 тиын да ақша салмайсыз, және ешкімді шақырмасаңыз да өзіңіз табыс табуға болады. Әрине, халыққа ақпарат берсеңіз, сіз 3-ші қатарға дейін, 1-ші қатардан 8, 2-ші қатардан 5%, 3-ші қатардан 3%-дан табыс ала аласыз. Соны де айтып жеткізгім келеді. Енді уақытымызға 5 минут қалды. Үлкен команда құрыңыз деп айтқым келеді. Және өмірде көңілді болып жүру үшін, позитивті болып жүру үшін әрқашанда өлең айтыңыз, би билеңіз. Ал қазақтардың рухын, қазақтардың көңілін прям сергектік, сондай көтеретін, арқасын қоздыратын, ескіден келе жатқан өлең және би, ырғақты. Кезінде менің әкем де сол биді билейтін тұғын, сол өлеңдерінің сөздерін айтатын тұғын. Сол билеп жүрген кезінде жаңағы қатты, мықты өзі, сондай қатты дауысты кісі болашатын тұғын. Енді марқұм папамыздың дүнияға өтіп кеткеніне 33 жыл болды. Сол сөздерінің бірінде ырға айықты деген сөздері бар. Сол қазақтың қарапайым қара жорға биі. Сол қара жорғаны, мысалы, тек қана қазақтар Қазақстанда билейді деп айтпаймын. Қара жорға биі әлемге танымалы болып кеткен. Өйткені бұл гимнастика, біріншіден. Екіншіден, биі де, әні де, ырғақтығы, қимылдығы да халықтың, кез келген халыққа бәріне ұнайтынын айтамыз.
айтамыз, иә. Бұл биді Германияда да, бұл биді Қытайда да, бұл биді Малайзияда, бұл биді Францияда да, Ресейде де, иә, барлық жерде, барлық елде адамдар билеп жүр екенін, оны интернеттен көрсеңіз, ол сіздерге барлықтарына куә. Әрбір айтқан сөзім өтірік болмасын, шындығы бар, әрбір сөздің жаны болсын деп айтқым келеді. Сондықтан мінекей 3000 халық билеп жатқан Қара Жорға биін тамашалаңыздар. Келесі сәрсенбіге дейін мен сіздермен қоштасамын. Байқадыңыз ба? Бірте-бірте адамдар жүгіріп келіп битке қосылып жатыр. Бұл сіздің командаңыз. Елестеңізші, сіздің соңыңыздан, сіздің қимылыңызды қайталап жатқан қаншама адамдар, қыз-жігіттер, үлкен де, кіші де, барлығы сол әрекетті жасап, сізден бірге мақтап билеп жатыр. Командаңыз үлкен болсын.